Қазіргі сәтте осы Лос-Анджелес қаласында өзім арендаға алып жүрген Prius'ым. Аптасына $200 төлеймін. Страховканы өзім жасап алғанмын. Өте керемет деп ойлаймын. 1 сағат 8 минут ал жолға кеттік. Казахбайский вариант. Бір сағат 8 минут жүріп бару деген ойбай, не деген сөйтеке сұмдық, өте қатты сұмдық қоймаға. Бір сағат 4:14-те жетесін деп тұр ғой, құдай сақтасын. Лос-Анджелес несімен ұнау керек вообще адамдарға. Тек қана бұл жерге туризммен келсең бір керемет секілді. Қыдырып келсең, жалпы Американы көрмесең, Лос-Анджелес туралы естігенің болса, және де Лос-Анджелесқа келіп кету қандай бір арманың болса, онда келуге болады деп ойлаймын Лос-Анджелесқа. Но бірақ та өмір сүруге емес точно. Зато өмір сүріп көрдім. Мен енді Лос-Анджелеста қалай екенін білеймін. Адамдар мысалы Лос-Анджелес туралы менен сұраса, жалпы айтып берерім бар. Керемет емес па? Әрине екен. Лос-Анджелестің пробкалары сағат уже біздерде 3:46 болды. Жаңа мен үйден 3-тің уақытына шығып кеткен адам едім, 3:10-да ма, где-то сол уақыттарда шығып кеттім. Әлі маған 25 минут жүру қажет. Пробка. Бір сөзбен айтқанда, егерде Алматыда тұратын адамдар болса, міндетті түрде егер салыстыра келсек, Алтын Орданың пробкасы ғой, примерно сторону Қаскелең, Ұзынағаш, кейін сол жақтарға қарай пробкалады, 3:9-ға ма, 3:7-ға дейін. Примерно 19-ші поворотқа тезбесек. Примерно сол пробка ол біз жерде. Ұйқы келген. Үйтіп, әзір жеттік қой. 2-ақ минут қалды. Әлі кетіп бара жатырмыз бірсе. Жетіп қаламыз уже. Жеткеннен кейін әлі біраз уақыт отырамыз. Сағат 4:35-те мен блогымды алып кетуім қажет. Соған дейін күтіп отырамыз десеміз енді. Давай, обнял, поднял, люблю. Амазонға ғой біздікі, как обычно ғой. Короче, мына Амазонның склады. Осы жерде бүгін жұмыс істейміз. Маған 369-ші блокты бар алып кет дейді. Қазір енді 369-ші бар блокты іздейміз. Мыналардың бәрі машиналарға қараңдаршы, қалай тізіліп тұр. Кайф. Берді ма дедім ғой. Келеміз, сканертіп көрем. 47 доставка дейді ғой. Йоп, тегедек. Не деген көп, Еще мынау, походу, мені ғана күтіп тұрған секілді осы блок. Ничего страшного. Кім жинағанын білмеймін. Мынағанша бірақтан бір мал біреу осы посылкалар жинаған ғой. Не деген көп, 47 доставка сұмдық қой. Білмеймін енді, мына 3,5 сағатта бітем ба, біткен ба, бірақта сұмдық енді. Сағат 8-ге дейін қалай үлгерем мұның бәрін? Көреміз енді. Бісміллә деп бастап. Жалпы осы блокқа 47 доставкаға маған $93 өліп тұр. Бір заказым менің
$2 келіп тұр ғой. Әр доставка $2 ойлаңыздаршы. Вообще прям сұмдық. Не стоит она того, честно сказать. 40 қайта бір 37 бергенде нормальный болушы еді. 47 деген өте көп. Амал жоқ дейсің енді, жұмыс істейсің. Көңілді емес влог. Жұмысты бастағаныма 25 минут болып қалды. 25 минутта 10 посылканы біттім. Демек, 1 сағатта мен 20 посылка бітсем, 2 сағат 8-ге дейін примерно үлгереді деген есептеуім бойынша. Нерв қатеді, стоп знактарда бар, адамдар жестко тупить етеді. Қазір уже 10 посылкаға келдім. Жұмыс бастағаныма 28 минут болды, примерно 25 минут болды. 25 минутта егерде мен 10 посылканы бітсем, 1 сағатта мен 25 посылкада бітуім қажет екен. Есептеуім бойынша солай. Нормально, так что 2 сағат немесе 2,5 сағаттың ішінде толықтай жұмысты бітіремін деп ойлаймын. Кешкі сағат 8-ге дейін менің уақытым бар. Өзі белгілі бір уақыт береді. Кешкі 8-ге дейін менің мысалы бүгін уақытым. Кешкі 8-ге дейін жұмыстың бәрін бітіруім қажет. 3,5 сағат, оның 1 сағаты примерно пробкамен және де ана посылканы салумен кетіп қалып жатыр ғой. 24 түрлі болды. Апартаменттерде бар көшіндегі мәт саған. Не жұмыс болып кетті бүгін. Amazon шынымен ертең ба немесе ертең ар күні Гавайға кететінді біліп, соңғы рет қинап алайын деді ғой деймін Лос-Анджелес меніңше. Адам үлгереді ма, үлгермейді ма деп уайымдап жүрсе, еще апартаменттер бар ғой. Апартамент деген сөз емес. Қалай түсіндірсем екен? Кәдімгі үйлер ғой мына қайта заказды 452 квартира алып бару керек. Мәссаған. Осының ішін 452-ні іздеп тауып алып, номерға дейін алып барған жоқ. Ана жерде өзі сотрудниктер күтіп алып, соларға қолға бердім и кеттік дальше. Бар болғаны 35 па немесе 36 посылка қалды. Сіңіріп тұрған ағаш надо. Номер дұрыс келген, не? 3-8. Көше таза бір американский көше. Қандай керемет көше екен, әдемі екен, мына көше. Білмеймін несімен екен, бірақ тура американский кинодағыдай болып тұр ғой. Так, Д дейді. Несіне не қылам жалғыз етемен, нормально. Ойлашы, күні бойы жұмыс істеген жоқсың, 2 сағат жұмыс істедің, $100 тауып алдың. Қуады елдерің вообще, да, шүкірсіз ғой. Осы айлады кейде бақытсыз емес, кейде шүкірсіз шығамыз деп бекер айтпаған ғой. Деп өмір туралы кәдім терең ойланып кетсең, я? Дальше работаем, кеттік. Менде уже сағат қазір сағат 5:55. Мен 20-шы посылканы алып келдім ғой. Осы иттер ауру бар ғой, неге үйретіп қоймайды екен? Амазонның адамдары келсе үрмеу керек деп. Вроде американский иттер ғой. Кішкене тупойлау бірақ ташы. 28 қалыпты әлі. 20 істелген екен. Енді 28 посылканы алып барым қажет. Тағы да бір сағаттың ішінде 1,5 сағатта бітем деп ойлаймын. Жұмыс осы жалпы.
таңертең кешке дейін дейді. Таңертең кешке дейін емес осы. Жұмысың істейсің, как положено, келесің, ұйықтайсың, демаласың. Бүгін кәдімгі ұйқым қанды, жақсы демалып алдым, тамақтанып алдым. Керемет. Шүкір. Құдайға шүкір дейді. Американский. Бұл да апартамент екен, 14-ші апартаментке алып бара өткен үйдің. Осындай жерлерді кішкене қолайсыздау. Апартамент 14, 16, 15, 14. Кинодағыдай ғой мына жер, е? Бассейнімен. Безопасный жоқ екен. Мына жерде есік болу керек, есікте және пароль болу керек қой негізінде. Өзі, маған. Мынандай керемет апартаменттерге алып келдім. Осындай апартаменттердің адам бар ғой, неге осы. Вот осылар күшті, өте жайлы, іштерде кең болады, іштерін оқсан. Ақша табарасың. Демала. Сағат 7-тен 3 минут кетті. Мынау менде 7 посылка қалды. Мынау менде 7-шісі. Енді осыдан кейін 6 болады. Ойлаңыздаршы, 2,5 сағатта бітірген соң, құдайға шүкір деп айта алмайды деген болса, 3 сағатта бітіп жатқан екен. Ой, мәс. Неге десеңіздер, өйткені мен 4,5-да бастадым. 4,5-да заказды алдым. Тапсырып болған дегенше қазір 7 болып кеткен. Ой. Шын айтайын бар, шаршадым кәдімгі. Бітпей кетті ғой, заказ дегенше. Енді 6 қалды. Құдай қалса 6-ын бітіп тастасам. Сонымен болды. Жұмыста бітер бір күні. Біз де бітерміз бір күні десең, я. Болды, менде соңғы посылка. Осыны апарып тастаймыз, сонымен жұмыс бітеді. Үйге заттарды до конца жинап, четверг күні жолға шығып кетеді жаным. Сағат 4,5-да бастадым. Қазір сағат 7:21. Получается, ровно 3 сағатта бітірдім ғой. Пока барғаным бар, күтіп тұрғаным бар. Ана нелер салғаным бар ішіне. Болды онымен 9 дейді. Кейде мынандай болады, қараңыздар. Мына жерде мысалы қазір құлыппен есі жауып тұрды. Осыны ашу үшін менде осыны арнайы кейде андай кнопка болады. Осыны бүйтіп басамыз, қазір ашылды. Ашылды. Керемет. Бізге 9-ші пәтер керек. 10 на 9. Хоп. Бұл жерде де бассейн бар екен, не? Болды. Жұмыс бітті. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, достарымен бөлісуді ұмытпа.